Сәлем достар, біз демалыс күні балалармен осындай космопарк орталығына барған түгілміз. Ол жерде әртүрлі ғарышкерлердің заттары және де қызықты нәрселер бар екен. Біз соған обзор түсірейік деп ойладық. Ең біріншіден осындай балаларға VIP пакет алдық және үлкен адам кірген бағасы 11.500 болды. Кірген кезде осылай ғарышкерлердің әртүрлі заттарын, сондайларын балаларға кигізіп көрсетті, қалай екенін көрсетті. Және осындай 3D принтер көрсетті. Яғни ғарышқа ұшқан кезде ғарышкерлер осындай 3D принтермен жасаған екен өздерінің заттарын. Мысалға бір құралдары сынып қалса, осындай принтерді беріп жүреді екен. Өйткені оларға өте ыңғайлы. Жерден затты алдырып жүре алмайды, сондықтан осындай принтерді қолданады екен. Одан бөлек мынандай бір комнатаға өзге ғаламшарлық деп жатқызып қойыптық. Мынандай макетті балаларға қызық болды. Тірі екен, шынымен де өзге ғаламшарлық екен деп басында көруге қорқып сөйтіп жүрді. Және оның жанына аппарат сақ қойған. Яғни жүрек соғып атқан сияқты, бір анализдер алып атқан сияқты, сондай қып істеп қойған екен. Түріне қарасаң бір шын сияқты, үстін ұстаған кезде бірақ терісі қатты. Егер қозғалып қалатын болса, шынымен де шошып кететіндей бар екен. Осылай жанына аппарат қойып қойыпты. Келесі нәрсе ол мынандай әртүрлі заттардың тоқты өткізу қасиеттері болды. Яғни бұл жерде мынандай тұрған панельдерді бір адам ұстап тұрғанда екінші адам оны ұстамау керек екен, өйткені тоқ ұрады екен. Және ұстаған жерлерде мындай тоқтар өзгеріп отырады екен. Азотта мысалға неон, гелий бәріне көрсетіп қойыпты. Балаларға қызық болды, қайта ұстап көріп. Волшебниктер сияқты істер шалдыз. Және оның жанында мынандай ғаламшарларды қойыпты. Әр ғаламшардың макеті бар. Яғни көлеміне байланысты, күн жүйесінен алыстығына байланысты бәрін қойып қойған екен. Және осындай таразы қойып қойған. Бұл жерде адам жерде қанша килограмм болса, әр ғаламшарға түссе, сол ғаламшарда неше килограмм болатын еді деп есептеп қойып қояды екен. Таразыға тұрған адамның бәрін есептеп береді екен. Уранда қанша, Сатурнда қанша, Юпитерде қанша, күнде қанша килограмм болатынын. Бір қызығы, мынау жанындағы жерде аяқ киім бар екен. Яғни ол аяқ киім киіп жүрген кезде сен Юпитерде қанша килограмм тартылыс күшпен салмағың қанша болатын еді, сонда жүру саған қалай болады Юпитерде, яғни жүрген саған қандай ауыр болатын еді, соны көрсету үшін қойып. Достықын көргенде, дос мысалға 61 килограмм болатын еді, жерде 23 килограмм. Және ортасында осындай шоу программалар болды. Мынада адамның денесі тоқ өткізе алатынын көрсетіп жатыр. Яғни үстіне қойған нәрсесі жанат ұстаған лампасы. Видите? Обычная лампа, я ничего не включаю. Вот у меня обычные руки, ничего в них нет. Если я к нему подвожу, она начинает светиться. Можешь ее взять в руки? Микроскоптар бар екен, ішінде әртүрлі сынамалармен, яғни жәндіктердің, адамдардың терілерінің қалдықтары, сондайлар сияқты оны микроскопқа қойып, телевизорден үлкейтіп көрсетті. Және осындай құлаққаптарды киіп, ғарышкерлер өзінің дауысын қандай дәрежеде еститінін, кнопка басқан кезде әртүрлі дыбыстар өзінің құлағына қандай жиілікпен қайталанып керілетінін көрсетті. Балалар әртүрлі сөздер айтып, дауысы өз дауысын өзіне басқаша естілгенге қызық көріп, қайта сөйлеп жатты. «Звездные войны» деген кинодағы андай
кішкентай ойыншықты экспонатқа қойыпты, және бұдан бөлек кішкентай роботты тоже біздің экспонатына көрсетіп қойды. Яғни бұл жерде бұл робот адаммен құшақтаса алады екен, адамды анықтайды. Яғни бұның қаруы бар екен. Яғни бұл тек қана адаммен дос қана қоймай, оны қорғайды алады екен. Қолыңды берсе, қолың құшақтайды шығар. Келесі бөлме өз көлеңкеңді ұстап көр атты комната, яғни жарық берген кезде көлеңкелер осылай қатып қалады. Бұдан бөлек ғарышкерлердің жаңағыдай аппараттары сияқты отырып, осындай ғарышкерлерге ұшқанда қалай қиын болады, қалай мысалға жүрек айнымай осындай нәрседе отырып дайындалуға болатынын көрсетеді. Балалар бірақ ұзақ отқан жоқ. Осылай 3-4 рет айналғаннан кейін түсем деп айтты, бірақ қызық болды отырғаны бұларға. Ең қызық болғаны бұларға ойын, яғни виртуальный реальность, жанында әртүрлі акула жүрген сияқты, немесе аспаннан фруктілер түсатқан сияқты, соларды қолындағы екі нәрсемен әрекеттеп істеп тастау. Болды, осы болды. Негізі өте жақсы, қызық болды космопарк бізге. Балаларға да қызық болды, мастер-класс болды. Бұдан бөлек 2 сағатқа келіп едік, ол аз болып қалды бізге. Егер уақыт болғанда тағы да жүретін едік. Егер біздің обзорымыз ұнаса, лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер.